Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Сен көрмеген шығарсың, осы бір екі күндікте бір Айша биби ма, Айша қажы деген шықты. Ол материалды неге шығарғандарын білмеймін. Жаңағы Назарбаев айтыптымыз, короче, менің күйеуіммен ажырас деп. Ол сыртынан Назарбаевқа ғашық болып жүрген әйел екен, өзі журналист, өзі Казгума бір бәлені бітірген, сондайда бұнда енді жаңағы Назарбаевқа сыртынан ғашық болып, сөйтіп мешітті ашқан кезінде өздері консилиум жасаған ғой, имам сондай сияқтылар келіп, бұған ақыл кеңес береді. Әй, сен бұл мешітіңе Назарбаевтың әкесінің атын берді, әбіштің атын берді. Ойбай. Сөйтіп, енді бұл қалай болады екен дейді жаңағы Айша қажымыз. Сөйтіп, мен деген ол Назарбаевтан сұрау керек шығармын деп ол кісіге жаңағыдай хат жолдайма бірдеңе жолдайды енді. Көрмейсіз ба бұл Айша қажының соншама күштілігін, қасындағы жүргендерінің күштілігін? Назарбаев бұған жауапты да бере қояды. Жауапты да бере қояды, сөйтіп жаңағы бұларды енді бір жерде некелестірмекші болады. Бір жерде тағы бір мешіт па, бір бәле ашытатын болып, сен сояққа бар дейді. Қысқаша тез айтып өте салайын. Сөйтіп бұл деген ойында ештеңке жоқ. Барады, барса, бұның алдында ғана Назарбаев сол жерге келіп кетіптіміз. Сол жерде ол бір қара қой сойдырыпты. Сол жерде бұдан сұрайды, сен білесің ба қара қойды неге сояды дейді. Сөйтсе, мен білмейді екем дейді. Сөйтсе, ішіндегі жаңа имамдар, білгіштер біреу айтады, бұл қара қойды жаңағы неке қиғанда сояды депті. Мақұл, бұл тағы да Айша қажы ойында ештеңке жоқ, ішіп жейді, жаңа қара қойдың етін жейді. Сөйтіп үйіне қайтып келгеннен кейін, бір шама күннен кейін, бір екі представитель келеді ғой. Әйел мен күйеу, ол да бір имам ба, бір жердің бір беделді кісісі. Сол келеді де айтады, әй, сен анау күн сол жерде болдың ғой дейді. Я болдым дейді. Біз де болдық сол жерде дейді. Біз енді қысқасын айтқанда, біз мынау әйеліміз екеуміз, сен Назарбаев екеуімнің сыртыңнан куәларың болдық дейді. Естіген жоқсың ба, көрген жоқсың ба? Естіген жоқ. Сонымен біз дейді, сендердің сырттарыңнан куәларың болдық. Сөйтіп сендердің сол жерде, сендерге біз куәлік етіп, екеуіңді сырттарыңнан некелестірдік дейді. Сөйтіп, Құдай кешірсін. Сөйтіп бұл әйелге жаңа Айша қажыға нені әкеп береді? Неке куәлігін әкеп береді. Сөйтіп бұл әйеліміз біздің нақты да жаңағы таза да нағыз некеленген әйелі. Одан кейін тағы да бір жерде бір жиын ба, бір бәлеге бұны шақыртады. Ол некеленген еркегін көрмейді, кезікпейді. Сырттан бар екен сондай неде. Шариғатта сондай бар екен жаңағы исламда. Енді бұл Айша қажының айтуы. Сонымен бұл тағы да бір жиынға барады. Сол жиынға барған кезде Назарбаевта болады. Бұны Назарбаевтың артына қойып қояды. Бұл мұрнын тигізіп арқасына Назарбаевтың артында жүреді деп отырады. Білмеймін, бір жүріс әйтеуір. Сөйтіп өмірінде бірінші рет сол жаңағы мұрынның Назарбаевқа тигеніне мәз болады. Басқа ештеңке жоқ, я төсектес жоқ, я басқа жоқ. Құдай кешірсін, көріп отырғаныма. Бұндай некені мұрын неке дейтін шығар. Сондай шығар енді. Сөйтіп менің айтайын дегенім. Сөйтіп бұны деген жаңағы Назарбаевтан хабар келеді, сен күйеуіңмен ажырас деп. Бұл ажырасады, бұны көшіріп алып кететіміз. Бір жерге қаланың біреуіне, Астана мекен, Алматы мекен. Сояқта көшіріп алып кеткен кезінде, сояқта енді бір жақсы жерлерге жұмысқа барады, жұмысты істейді, бірақ айлығын да жақсы қылып береді. Жұмысты да істейді, бірақ жақсы лауазымды басшылық бермейді, қоймайды. Өйткені сен Назарбаевқа ғашықсың деп. Сөйтіп енді бір-екі фамилияларды айтты өзінің жұмысқа қабылдаған сол жерде атақтары. Қазір ұмытыққа отырмын. Сол телевидениеда пәленшені мен қабылдағанмын жұмысқа, түгеншені мен қабылдағанмын жұмысқа дейді. В общем, тоқетері қазіргі күні бұл өнді бәрінен шеттетіліп, сол Астананың ояқ-бұяғында тұрады. Қазір енді мынау неден кетіп, қалай, осы жолдан кетіп, жаңағыдай, енді бұл медресе ашпақшы қыздарға, қыздардың мектеп. Соған енді қаражат керек екен, сондай керек екен, сөйтіп жүрген күні бар екен. Соны енді мен осындай неге шығардым ғой өзім. Ролик жасап, видео жасап, енді
жаңағы возмущение дейді ғой, қалай айтсам екен, айта алмай отырмын қазақша. Енді соншама тербеліс алдым да, мен миым шайқалып кетті, түсіне алмадым мынаны. Біріншіден мынау енді Құдай кешірсін, басының ауытқуы болса, иә. Бұны не беттермен оны қазір шығарып отыр. Бұл я Назарбаевты қаралауы екен, я болмаса мынау шынымен де мынау медресені заңдастырғылар. Ал медресені осындай әйелге қалай сеніп аштырасын, қандай атана осындай әйелге жас балдарын, қыздарын береді. Ол қыздарымыз ертеңгі күні аналар. Ал ол жаңағы әлі психикасы қатпаған ондай жастарды бұл қандай қылып дайындайды? Соған таңғалып осындай немен айтып шығарғаннан кейін артынан маған порлаған комменттарды көрсең, Серікжан, бәрі сен не, ол әйел тағы айта кетті жаңа, 4 әйел туралы. Үйдеген, сен не 4 әйелге қарсысың бар? Ой, жазған-ау деймін ғой жаңағы еркектерді, ойлаймын ғой. Сен өз күніңді көре алмай отырып, үйдегі бір бала шағаңмен 2 бала шағаңның күнін дұрыстап көре алмай отырып, соларды асырап бағамай отырып, саған 4 қатын не тегін дейсің ғой. Іріп-шіріп атсаң, мүмкін жаңағы бойдақ жүрген кәрі қыздарды бақытты қыла бер. Мен ондайды қызғанбаймын, оны өздерің шешесіңдер. Мен ешқандай исламға, мынау дінге араласқым келмейді. Мені жаңағы таңғалдырғаны мынау әйелді қазіргі күні не мақсатпен шығарып отыр екен. Сен енді көрмепсің, көрмегеннен кейін қазір не істей алмайтын шығарсың. Менің айтқанымнан не ой түйді, не мақсаттары бар бұл? Назарбаевтың қастастары болса, мақұл, бұған кім сенеді? Ал егер мына медресені жарнамалап шығарған болса, бұл әйелге кім сеніп бала шағасын береді? Енді дәл қазір дінді Назарбаев және Тоқаевтың кландары дінді қазақ халқын улау, аздыру үшін керемет пайдаланды. Анығында дін армансыз пайдаланды. Дін адамзаттың мысалы бір рухани қажеттілігі. Мен теріс дінге сенушімін дейтін бір адам жоқ. Бәрі өздерінше жаңағы бәрі мысалы христиан ол өзін дұрыспын дейді, мұсылман мен дұрыспын дейді, еврей айтады екеуің де адасқансың, мен жалғыз дұрыспын дейді. Еврей христианды да мұсылманды да мойындамайды. Ал христиандар Тауратты мойындайды, Мұсаны мойындайды, Мұсаға түскен Тауратты мойындайды және Исаны мойындап, оған түскен Инжилді мойындайды. Ал мұсылман Мұсаны да, Тауратты да, Исаны да, Инжилді де, Мұхаммед пайғамбар Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам және қасиетті Құран кәрімді де мойындайды. Ал ортада христиан тұр, басында еврей тұр, аяғында мұсылман тұр. Енді жаңағы христианның өзінде де бәлем бай ағым бар. Мысалы христианның өзінде көп жұрт ойлайды, осы ағым атаулының бәрі исламдікі, ағым секта атаулының бәрі мұсылмандікі, радикалдықтың бәрі исламдікі дейді. Жоқ, ол теріс. Радикалдықтың көкесі барлық дінде бар. Мысалы Мьянмардағы рохинджаларды қырған ол буддизмнің радикалистері. Ол буддизмде адам өлтірмек түгілі құмырсқа, шыбынды да, жан-жәндікті өлтіруге тыйым салады. Бірақ олардың радикал ұлтшылдары дінді саясат қылып, рохинджаның әлсіз небәрі 1 миллионның ар жақ бер жағындағы әлсіз халықты қынадай қырды. Қырғанда да сұмдық боршалап, кәдімгі біз малды соғымды боршалаған сияқты боршалап тұрып өлтіріп, шұңқырға от жағып, оттың үстіне тастап, кәдімгі қолын шынтағынан, тізеден, кәдімгі адамды боршалағанда ана буддистер сұмдық енді тәжірибелі. Енді олар сол өз діндерінің өкілдері емес, анығында олар сол дінді былайша айтқанда бір бетперде қылған. Ал ондай радикалистер христиандарда да бар. Мысалы христиандарда бүкіл конституцияның барлығын бекерлеп, Инжилді конституция қылайық дейтін ағымдар бар. Және басқа ағымдар мен діндерге толерантты қарай алмайтындары бар. Ал ондай радикалдар исламда да жетеді. Мысалы мен үнемі жаңағы ажуалайтын сақалы биттеп кеткен үңгірден шыққан ауғандар, мынау бірін-бірі ағым ұқсамаған үшін қырып жатқандар, мысалы шииттер мен сүнниттердің қырғыны, Ирандағы діни радикализм, бұның барлығы енді адамзатты бақытқа жеткізбейді. Бұның барлығы дінді сылтау қылған, анығында саяси мақсат қойған, саяси топтар, оларға дін тек бір құрал болып керек. Бірақ жалпы адамзат қоғамы дінге мұқтаж. Және барлық дінге сенушілер ешқашан мен теріс жолдамын, мен адасқан діндемін демейді. Барлығы мен осы дінге сеніп, осы жолмен жүріп, мен жәннатқа кіремін деп ойлайды.
және басқаларға жанашиды бейшара, ай мыналарға ақиқат жетпей обал болып жүр, осыларға ақиқатты жеткізейінші деп ол барлығы ойлайды. Және барлығы өзінің сенімінде мен битсем сауап табам, әйтсем сауап табам дейді. Мысалы біздегі анау тоқал алғыштарда сол 4 тоқал алып, әрине жасын алып, оның үстіне көп бала туатынын алып, ана кәрілеу қыздарды алмайды, отырып қалған әйелдерді алмайды, жесір әйелдерді алмайды. Бірақ олар сауап тапқыш екен, міндетті түрде сұлу және жас қыздарды алып сауап табады екен. Басқа таппайды екен, басқа сауап жолы жабық екен олар. Мысалы енді осының барлығы айналып келгенде дінді сылтау қылып, әркім өзінің жеке бастық нәпсілері мен мақсаттарын орындап іске асырып жүргендер. Сондықтан Қазақстанда дін Назарбаев Тоқаевтың ойыншығы болды. 30 жыл білгендерінше бұзды. Қайрат Сатыбалдыны пайдаланып, қалың сақалдыларды алып келді, теларын ашып берді, ақындар айтысын жүрсін Ерманнан тартып алды, ақындардың бәрін секта жасады. Қысқасы халықты білген еді. Ана бір топты сопы қып зіркілдетіп, жараған бура құсап қойды, мына бір топты жаңағы радикалист қып оны қойды, бірін айдап салды, бірінің қолымен бірін соттады, халықты 40 пышақ қып 40 дінге жіктеп қойып, сонымен біріне бірін қақпақ қылып ойнап отырды, айдап салып отырды да өз